Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта, кіші отан. Қоғамның негізгі мақсаты адамдарды бақытты ету, ал мұның өзі терезесі тең, берік отбасына байланысты. Жеке адамның бойындағы ар-ұяты, ақыл-ой адамгершілігі, мәдениеттілігі, басқа адамдармен қарым-қатынасы отбасынан алған тәрбиесіне байланысты. Сондықтан отбасын басқада еш нәрсемен алмастыруға болмайды. Ал сол жанұядағы ізгілік пен сүйіспеншілік, ауызбіршілік пен ынтымақ барлығы өнегесі мол жандардан тұратын ортада болатын ақиқат. Міне, сондай өнегесі мол әулеттің бірі Нұрымбетов Орынбасар ағайдың әулеті. Нұрымбетов Орынбасар 1949 жылы Жаңақорған ауданы Жайылма елді мекенінде дүниеге келген. Қызылордадағы Гоголь атындағы педагогикалық институттың математика факультетін бітіріп, ұстаздық қызметін атқарған. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Әсілі мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді, абзал жандар. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Осындай абыройлы саланың майталман маманы Орынбасар ағай өзі тағдырлас жаңақорғандық Гаухар апайды жолықтырып, бас қосып, отбасын құрады. Гаухар апайдың да мамандығы мұғалім. Сонау 1960 жылдан бастап зейнетке шыққанша номері 195 орта мектепте оқушыларға тәлім берген. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ақын Абайдың дана сөзі осы кісілерге айтылғандай. Баланың санасына білім дәнін егіп қана қоймай, адами қасиетті де сіңіре білген. Адал төгілген маңдай жердің өтеуі болар, еңбегі бағаланып, облыстық, аудандық білім бөлімдерінің мақтау қағаздарымен марапатталған. Дәулет есіктен, ақыл бесіктен кіреді демекші, білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасынан басталады. Отбасының екі тірегі әлпештеген әке мен аялаған ана, Орынбасар ағайдың зайыбы Гаухар апай екеуінен 3 ұл, 2 қыз бар. Олардың әрқайсысы әр шаңыраққа ие болып, ел игілігі үшін қызмет атқарып келе жатқан жеке тұлғалар. Адам өмірге қонақ деген, бірақ осы қағидаға аса мән бере бермейміз. Расында да, әр уақыт өткен сайын қадірлі адамдарымыз өмірден өтіп жатады. 2002 жылы балаларының қызығын көре бастаған шағында Орынбасар ағай дүниеден өтті. Елге сыйлы азамат, балаларына да үлгі болатындай өмір сүрді. Барлық нәрсенің өлшемі бар. Жаратылыстың заңдылығына ешкім асып кете алмайды. Әйтсе де Аллаға сансыз шүкір. Артында қалған Гаухар апай қазіргі таңда 5 баласынан 26 немере, 3 шөбере сүйіп отыр. Үлкен ұлдары Ерлан қазіргі таңда аудандық таза суда электрмен дәнекерлеуші болып жұмыс жасайды. Оның жары Сапаркүл де ата-енесінің жолын қуған ұстаз. Осы уақытқа дейін аудандық, облыстық, республикалық білім бөлімінің алғыс хаттарымен марапатталған. Ауылдық мектепте еңбек етіп келе жатқанына 28 жыл болды.
жоғары санатты білімді ұстаздың бірі. Олардың 4 ұл, 1 қызы бар. Үлкен ұлы Ақжол әкесінің жолын қуып дәнекерлеуші болып қызмет атқарады. Оның жары наркомыз аудандық съезде лаборант болып жұмыс жасайды. Кеше ғана осы әулеттегі үлкен қуаныш екінші ұлдары Әбдірахман жаңадан шаңырақ көтерді. Оның келіншегі Балғаным да мұғалімдік мамандықты бітіргелі отыр. Қыздары Набат Қостанай қаласында мемлекеттік негізде мұғалімдік мамандықпен білім алуда. Ал ұлы Айбек Жезқазғанда білім алуда. Кенже ұлдары Олжас мектепте. Қазіргі таңда Ерлан мен Сапаргүлдің 2 немересі бар. Отан отбасынан басылады демекші, қос бәйтеректің саясында өрбіген 5 перзент көгінде көк туы желбіреген тәуелсіз еліміздің абыройлы ұрпақтарын тәрбиелеп жатқан 5 отбасы. Отбасы адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Адам баласы шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап, сол ортаның ыстық суығына бейімделіп, ықпалына көніп ер жетеді. Расында, отбасы өмірдің тұтқасы, оттың маңайына таратқан жан балықтар жылуы. Қазақтың ошағы дөңгелек үйдің ішінде болады да, бүкіл жайдарлы, жағылған отқа үйіріледі. Отбасының амандығы, ошақтығы, оттың маздап тұруы, үміттің өшпес алауы, үй ішінің қызыққа, қуанышқа толы болуы да соған байланысты. Оттың басы, ошақтың қасы, ырыстың ұйтқысы. Сондықтан қазақ отының басын тіршілігімнің тұтқасы деп аялайды. Құрметті қазақстандықтар, отбасы күні құтты болсын. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям.